Төртінші қате. Бұл да өте актуальны, өте қарапайым халықтың, кәсіпкерлердің ортасында көп қайталанып жатыр. Бізде бұл ситуация біздің клиентімізға минус 50 миллион алып келді. Не болды? Досы. Негізі көбінесе біздің алыс адамдардан емес, біздің таныстарымыздың, достарымыздың ортасынан шығады. Кәсіпкерге досы келіп айтады: мен осындай бизнес кредит алып жатырмын, новый направленияға. Менде кішкене созаемщик болуға ақша жетпей жатыр, залогқа. Сен маған гарант болшы дейді. Ол досы ойында еш нәрсе жоқ, өйткені вроде бизнесі бар, вроде ровно жүретін өзінің досы. И гарант болуға келісім береді, банкқа барып бүкіл документтерге қол қояды, и через время ол досын таппай қалады. Бизнес кредит та жоқ, ақша да жоқ, еш нәрсе жоқ. Банктың алдында жауапкершілікті жаңағы гарант болған кәсіпкер алады. Жаңағы 50 миллион кредитті, по сути, досының басына іліп кетеді. Тура осы да мошеннический схеманың бірі. Кез келген шешім қабылдайтын алдында қаражат болсын, кәсіп болсын, басқа нәрсе болсын, юристпен ақылдасып, хотя бы қандай последствия, минус плюстары барын консультация арқылы білуге болады.